Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімі. Бүгін біз сіздермен 14-ші топ элементтердің табиғатта таралуын қарастырамыз. Жалпы осындай кесте құратын болсақ, элемент табиғи көзі, одан кейін Қазақстандағы кездесуі, алынуы, және қолданылуы. Біріншісі бізде көміртек. Табиғи көзі көміртек өте кең таралған элемент. Ол тас көмірдің құрамында кездеседі, мұнайдың, газдың құрамында кездеседі, органикалық барлық қосылыстардың құрамында кездеседі. Тірі организмнің, яғни жануарлардың 63% ұлпалары көміртектен тұрады, ал өсімдіктің 44% ұлпалары көміртектен тұрады. Сонымен қатар атмосферада көміртек диоксидінің құрамында кездеседі. Тау жыныстарында әртүрлі минералдар, карбонат, гидрокарбонат, судың құрамындағы кальцийдің, магнийдің гидрокарбонаттардың құрамында кездеседі. Яғни карбонаттар, мұнай, көмір және таза көміртек бізде алмаз және графит ретінде болады. Қазақстанда жалпы кез келген жерде кездеседі, оны бөліп айтудың қажеті жоқ, барлық жерде. Алынуы. Оны бөлек алудың қажеті жоқ. Көмір, графит және алмаз, олар таза көміртектен тұрады. Қолдану, енді қолдану өте кең таралған. Алмаз бізде бағалы тас болатын болса, графитті электродтар ретінде қолдануға болады, немесе қаламның ұшы ретінде де қолдануға болады. Сонымен қатар көмір, мұнай бізде бұлар отынның шикізат көзі ретінде пайдаланады. Отын бағалы зат тағы да басқа. Яғни оның қолданысы аясын білеміз. Екіншісі кремний. Кремний бізде өте кең таралған элемент. Ол жер қыртысында негізінен құмның, кварцтың, кремнезиумның құрамында кездеседі. Кремний диоксиді жалпы формуласы, яғни өте кең таралған. Сондай сияқты бағалы тастар аметист, яшманның құрамында кездеседі. Қазақстанда барлық жерде бар. Яғни кремнезиум, құм және саздың құрамында барлық жерінде бар. Алынуы, біз оны тотықсандыру реакция арқылы алуға алады екенбіз. Мысалға, кварцтан көміртекпен тотықсандыру арқылы біз көміртек моноксиді және кремний алады екенбіз. Реакцияны теңестірсек, мұнда екі қоямыз. Қолдануы. Кремнийдің біз жартылай өткізгіш қасиетін білеміз. Ол техникада, электроникада, компьютерлер жасауда, ұялы телефондар жасауда, транзисторлер, диодтар жасайды. Диод, транзистор техникада қолданылады. Сонымен қатар кремнийдің тұздарынан минералдар, мысалы силикаттар, одан цемент жасайды, тағы да басқа құрылыс материалдарын жасауға болады. Құмда құрылыста қолданады. Сонымен қатар бұдан шыны жасайды екен. Келесі элемент бізде германий. Германий бейметалл бізде өте сирек кездеседі. Көбінесе мына минералдарда. Аргиродит, конфельдит және германит. Қазақстан таралуы, яғни барлық жерде аздаған мөлшерде таралады.
өте аз сирек кездесетін металл, бейметалл. Алынуы бізде тотықсандыру арқылы алуға болады. Мысалы, германийдің диоксидіне біз сутек қосатын болсақ, германий және су түзіледі. Теңестіретін болсақ, мұнда 2, мұнда 2 қоямыз. Яғни осылайша біз таза германийді алады екенбіз. Таза германий таза күйінде табиғатта кездеспейді. Біз оны минералдардан алады екенбіз. Қолдануы жартылай өткізгіш қасиеті бар. Диодтар техникада қолданылады, шыны жасауда да қолданады. Келесі бізде қалайы. Бұл металл бізде сирек кездеседі, әсіресе касситерит минералында болады. Қазақстанда тек солтүстік Қазақстанда ғана бар. Солтүстік Қазақстан облысында кездеседі. Жалпы оның алыну реакциясы дәл осындай тотықсандыру деп айтсақ болады. Мысалы, қалайының диоксидіне біз көміртек қосатын болсақ, тотықсандырып, қалайы және көміртек моноксидін алып, мұнда 2, мұнда 2 мен теңестіреді екенбіз, температура берген жағдайда. Қолдануы қалайы бізде консервілердің ыдысын, қауашағын дайындайды. Консерва ыдысын. Сонымен қатар бояуларда қолданады. Алтынның жылтыр түсін келтіреді. Басқа оның қолданысы бар. Және соңғы элемент бізде қорғасын. Қорғасын ауыр металл, ол минералдардың, көбінесе минералдардың құрамында кездеседі. Плюм сульфиді, галенит. Қазақстанда ол Эриддер кен орындары, Зыряновск және Алтай тауларында бар. Алынуы бізде бұл да тотықсандыру реакциясы арқылы қорғасын сульфиді, яғни галениттен бірінші тотықтыру арқылы қорғасын моноксидін аламыз. Және күкірт диоксиді, реакция және қорғасын моноксидін көміртекпен тотықсандырып, біз қорғасын таза алады екенбіз. Оның қолдануы аккумуляторларда қолданады, автокөліктерде. Сонымен қатар ол хрусталь жасауда. Және өте оның ерекше қасиеті қорғасын элементі ғана бізде гамма сәулелерге төтеп береді екен. Яғни рентген түсірген кезде өте ауыр, энергиясы жоғары, жиілігі жоғары сәулелерді, гамма сәулелер немесе рентген сәулелерін қорғасынның қабаты ғана, үлкен блоктар ғана ұстап қалады екен. Сондықтан рентген сәулелерін ұстайды. Жалпы 14-ші топ элементтері өте маңызы зор. Ол органикада да, биорганикада да, атмосферада да, жер қыртысында да көп кездеседі. Оның қолданысы өте жоғары. Техника, тұрмыстық бұйымдар жасау, отын жасауда, бағалы заттар алуда, тағы да басқа көп қолданады екен. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.